Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге сникерс пирогының ең оңай әрі ең дәмді болып шығатын рецептін ұсынғалы отырмын. Ол үшін видеоны соңына дейін қараңыздар. Қажетті ингредиенттер: какао, ұн, қант, қаймақ, жұмыртқа, ас содасы және бөлме температурасындағы сары май қажет. Алдымен қамырды дайындап алайық. Жұмыртқаға қантты қосып, ағарғанша миксермен шайқаймыз. Оған қаймақ, сода және сары майды қосып, тағы да шайқаймыз. Дайын болған массаны бір шетке қойып, ұн мен какаоны бөлек ыдыста араластырып аламыз. Енді жаңағы дайындаған массамызды қосып, қамырлейміз. Бірінші қасықпен араластырып, соңынан барып қолмен елесеңіздер, қамыр қолға жабыспай, тез еленеді. Мінекей, қамыр осындай жұмсақ, әрі қолға жағымды болып шығады. Қамырды екі бөлікке бөліп аламыз. Біреуі осындай кішкентай көлемде болу керек. Бұл кішкентай бөлігін пирогтың бетін әрлеуге пайдаланамыз. Формаға пергамент қағазын төсейміз. Май жағып, ұн сеуіп жіберуге де болады. Ал форманың айналасын міндетті түрде майлап, ұн себу қажет. Үлкенірек қамырымызды алып, жаюға ыңғайлы болатындай етіп қолымызда жұқалап аламыз да формаға төсейміз. Және жан жағында осылай форманың айналасына көтеріп шығамыз. Салмасына арахис және қоюлатылған сүт, яғни вареная сгущенка қосып араластырамыз. Мен өте қою, ыстыққа төзімді деп сгущенкасын пайдаландым. Басқа қоюлатылған сүтті пайдалансаңыздар, ыстыққа төзімсіз болса, пешке салғанда еріп кетуі мүмкін. Сондықтан ыстыққа төзімді қоюлатылған сүтті пайдаланыңыздар. Мінекей, салмамызды жақсылап араластырып аламыз. Салмамыз біркелкі болғанда қамырымызға салып тегістейміз. Бетін әрлеуге алып қойған қамырымызды жайып, осындай ұзыншаларға кесеміз. Енді пирогымызды әрлеуге кірісейік. Ұзыншаларды видеодағыдай етіп, салмамыздың бетіне қойып шығамыз. Пирогты әрлеп болдық. Енді 180 градус қызып тұрған пеште 30-35 минут пісіріп аламыз. Мінекей, пирогымыз дайын болды. Енді бөлме температурасында толықтай суытып, содан соң ғана формасына шешеміз. Бетіне қант ұнтақ сеуіп, тоңазытқышқа 1 сағат қойып аламыз. Видео ұнаса лайк басып, пікір қалдырыңыздар. Каналыма да жазылуды ұмытпаңыздар.